Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге көпшілік сүйсініп жейтін қарбыз туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Барлық адам сүйсіне жеп, жаз шыға салысымен сатып алуға асығатын қарбыздың 92% судан тұрады. Қарбыз адам организмін тазалауда пайдасы орасан зор. Оның құрамында А, В6, С дәрумен топтары кіреді. Сондай-ақ антиоксидант және аминокислота секілді пайдалы компоненттер бар. Ыстық күндері қарбыздың маңызы тіптен арта түседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, ең жоғарғы деңгейдегі дәрумендердің барлығы қарбызда екен. Әдетте мұндай жағдай тек қызыл көкөністерде, жеміс-жидектерде кездеседі екен. Сонымен қатар қарбызда ликопен компоненті бар. Оның жүрекке, сүйекке пайдасы өте зор. Қарбыз бүйрек және бауыр ауруларына, тас, тұз жиналған ішкі құрылыс мүшелеріне шипа болады. Қарбыз темірге бай. Қаназдық кезінде де пайдасы көп. Сонымен қатар адам бойындағы артық холестеринді шығаруға көмектеседі. Семіздікпен күресетіндерге арналған қарбыз диетасы нәтижелі болатыны дәлелденген. Қарбыз көздің көру қабілеті мен мидың белсенділігін арттырып, ультракүлгін сәулелерден қорғай алады. Қарбызда магнийдің жеткілікті мөлшері бар. Ол қан тамырларын босаңсытып, қан қысымын төмендетеді. Қарбыз жеу шынымен де біздің көңіл күйімізге жағымды әсер етеді. Себебі оның етінде бақыт гормоны серотониннің бөлінуіне ықпал ететін заттар бар. Пайдалы саналатын кез келген тағам шамадан тыс тұтынғанда зиянын тигізетіні баршамызға белгілі. Жас баладан кәріге дейін сүйсініп жейтін бұл жемістің де адам ағзасына тигізер зияны бар. Қарбыз бұл жақсы несеп айдаушы өнім болғандықтан, жүктіліктің соңғы мерзімінде жүрген әйелдерге мейлінше бас тартуды ұсынамыз. Яғни бұл жағдайда онсыз да дәретханаға жиі баратын жандарды 2 есе жүгірте түспек. Міне достар, қарбыз туралы сіз білуге тиіс маңызды ақпарат осы. Достар, егер де менің ақпаратым пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.